6 сынып мектеп оқулығы. Мамандық кез келген еңбектің атауы. Мамандық сөзі латын сөзінен шыққан, жұрт алдында сөйлеу, жариялау дегенді білдіреді. Ерте заманда мамандықтың қазіргідей түр-түрі болмады. Әр адам барлық жұмыспен өзі ғана айналысатын. Дегенмен әйелдер мен ерлерге деп бөлінетін жұмыстар болған. Ерлер аң аулап, үй тұрғызып, қару-жарақ жасаса, әйелдер жеуге жарамды өсімдіктерді жинап, тамақ пісірген, киім-кешек тігіп, бала тәрбиелеген. Қазір қоғам дамып, дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше түрлі мамандықтар келді. Кез келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар. Бірі, маман атауыңыздың үшін білім алып, қолыңызға сол саланың дипломын, куәлігін, аттестаты не сертификатын алуыңыз керек болса. Екіншісі, еңбегіңізге қарай жалақының төленуі.